Джеймс Диннің көлігі. Көп жылдар бұрын Джеймс Дин аса танымал актер болған. Ол өзінің әйгілі «Бунтарь без причин» фильмінде автожарыстарға қызыға бастайды. Алайда «Гигант» фильміндегі басты рөлді сомдаған кезде Warner Brothers соған жарыстарға мүлдем қатысуға тыйым салады. Алайда Дин ешкімді тыңдамай 1955 жылы өзінің Porsche 55 Сандер автокөлігінде апатқа ұшырап қаза табады. Танымал актер Алек Гиннес әріптесі әрі досы Динге «Сенің өлімің осы көліктен болады» деген. Дин қайтыс болғаннан кейін Джордж Баррис оны автозапчасть ретінде $2500 сатып алады. Алайда эвакуатор келген кезде механик белгісіз жағдайлармен автокөлікті аяғына құлатып сындырып алады. Кейін осы көлікті бөлшектерге салып, екі бөлшекке екі автокөлікке салады. Алайда екі автокөліктің екеуі де бір уақытта апатқа ұшырап, бір автокөліктегі адам түгел қаза тауып, екінші автокөліктегі адамдар ауыр жарақат алады.